Жекен Жұмақанов, 3-ші пәтер. Комсомол проспектісінде трамвайдан түскеннен кейін оң жақтағы ақ үйде мен үгітшімін. Бұл үйде 6 пәтер бар. Соларда тұратындардың бәрі де менімен көптен таныс. Мені бүгінде қызметтен соң кандидаттардың өмірбаяндарын қалтаға салып, мен сол үйдің тас сатысына өрледім. Кіре берістегі алғашқы есік механика заводының балташысы Архип Даниловичтікі. Оның есігі басқа есіктерден гөрі күтімді. Астары киіз, сыртқы қоңыр жарғақпен қапталған, жиектері жіңішке, сызықша ағашпен көмкерілген. Поштальонға арналған жәшікте тұр. Қақпағы ілмегі тіпті Горбачевке деген жазуына дейін көз тартады. Қысқасы бұл есік үй иесінің қолы ағашқа шебер екенін баяндап тұр. Басқа есіктер сияқты емес. Электрлі қоңыраудың көк түймесі де бар. Бармағымен соны басқанымда Архиптің өзіне тартқан жирен шаш қызы Гуля жүгіріп шықты да, «Папа, мен мама вокзалға кетті» деді. Мен екінші есікке таман бара берген едім. Гуляның даусы енді артынан естілді. Онда да ешкім жоқ. Олар да вокзалға кетті. 3-ші нөмірлі есікке жоламай өтіп, қораға қарай беттедім. Өйткені қалған пәтерлердің есіктері қора жақта болатын. Мұнда поштамтта істейтін Василиса апайдың баласы 7 мен 8-дің арасындағы кетік тіс Славка өткен күні қалың жауған жұмсақ қарды үйіп, сығанаққа төкпешік жасап жүр екен. Қасынан өте бергенімде, «Аға, үлкендер үйде жоқ» дейді. Олар қайда? Вокзалға кетті. Бұл хабарға қайран қалып, аз кем тұрып қалған едім. Естияр Славка менің аңғарымды сезгендей болды да, түсінік бере бастады. Бүгін пойызбен Сергей аға келеді. Бұл қорада тұратындардың бәрі соны қарсы алуға кетті. Сергей кім? Ол ма? Ол менің ағам. Жарайды, сенің ағам болсын. Сол үшін мамаңның оны күтіп алуы керек. Ал Гуляның да папасы мен мамасы сонда кетіпті. Сергей оларға кім болады? Естияр зерек бала болғанымен, Славкаға бұл сұрақ оңайға түспеді. Сөйткенмен дәлді жауап беруге тырысты. Ол ма ол? Гуляның да ағасы болады. Жарайды, саған да, Гуляға да аға болсын. Ал басқа үйдегілердің бәрі неше? Олар көршілік жөнімен күтеме? Сергейға олардың да баласы, деп Славка әңгімені бұдан ары созуды ретсіз көріп, жұмысына қайта кірісті де, осы кезде қашадан иек артқан басқа бір балаларды өзіне шақыра жөнелді. Үлкендерге бала, кішілерге аға. Сонда бұл Сергей кім болды? Деген жұмбақ ойға беріліп, қайта оралғанымда әлгінде өзім жоламай өткен 3-ші пәтердің есігіне тағы көзім түсті. Бұл пәтерге жолай қоймайтын себебім бар. Мұнда орта жастан асқан етікші Никита Селизарович тұрады. Соңғы келген жолымда ол екеуміз ренжісіп қалған едік. Ренжіскен себебіміз Никита Селизарович еңбегі, ерлігі бар адам болғанымен ішкілікке әуестеу. Сондықтан келген сайын мен ішкіліктің зиянын айтып, осыны тастау керек деген ұсынысты алға тарта беретін едім. Сен үгітшісің, дәрігер емессің, деп соңғы жолы ол қатаң кеткен еді. Ішім жем жақта жұмысың болмасын. Саяси әңгімеңді айтып болда тайып тұр. Сөз осылай басталып, екеуміз ақыры тайталасып ренішпен тарқаған едік. Міне, бұл есікке содан кейін жолай қоймаймын. Бірақ бұл дұрыс емес қой. Атқарып жүргенім жеке басымның ісі емес, қоғамдық жұмыс. Мінезі ұнамағаны үшін бұл адамды қоғамдық жұмыстан аулақ тастауым жарай ма? Осындай ойға келген мен 3-ші есікті қақтым. Қаға тұра, бұл да вокзалға кетпеді ме екен, деп ойладым. Олай емес. Есікті Никита Селизаровичтің өз ашты. Қол берісіп амандастық. Мені өткізіп жіберіп, бұл адамның есігін жауып жатқаныңда балдағына көзім түсті де, менің алғашқы бір сұрағыма қайтарған жауабы есіме келді. Оң аяқ қайда, Никита Селизарович? Дегенімде, ол Берлин түбінде деген болатын. Аяғын дәл бір сол маңға күзетке қойып кеткенде ақ. Мені сықырлата басып келіп, ол орнына отырды. Әңгіме тыңдауына жұмысы бөгет жасамайтын. Бұрыннан тігіп отырған етік қонышын қайтадан қолына алды.
Содан кейін төбеңді көрсетпей кетіп едің деп мысқылдай жөнелді. Қалай келіп қалдың? Айтпай-ақ қой, келетіңді сезгенмін. Партияның үлкен қаулысы болды ғой. Содан кейін есіне бірдеңе түскендей болды да, қонышты столға қоя салып, орнынан қайта тұрды. Буфет тұрған жаққа беттей берді де: айтпақшы, сен сол жолы маған өкпелеп кеткен едің ғой, деді буфетті ашып. Шыны ыдыстарды салдырлата тұрып: өкпең тарқайды, мынаны алып жібер. Қолында ортадан төменірек түскен бөтелке мен қырлы стакан тұрды. Менің бас тартуым мұң екен, ол мысқылын күшейте түсті. Сен, денсаулығын сақтағыш ғалым, деді стакандағыны өзі жөнелтіп. Қарасын ағы жеңе бастаған мұртын бармағымен сипап қалып: ішпегенің жөн, асқазаныңды ойып кетіп жүрмесін. Мені де сен ертеден кешке дейін іше береді деп ойлама. Қалай айтуға болады? Мұның өзіне күйінгенде, не сүйінгенде ауызға ілінетін әннің сөз сияқты. Ал қазір мен күйініп отырмын. Неге? Күйінетін себебім бар. Вокзалға шыға алмай қалдым. Осы үйден басқа пәтердегілердің бәрі Сергейді күтіп алуға вокзалға кетті. Мені мына ағаш аяқ жібермеді. Машинамен баруға болатын еді ғой. Машинамен баруға болады. Бірақ ақсақ қорашша шоқаңдап перронға қалай шығамын? Оның үстіне аязды күн ағаш аяқтың сықыры үдеп кетеді. Сергейдің алдында елден ерекше сықыр-сықыр қағып қалай тұрамын? Сергей кім? Білмейді екенсің ғой. Бұл үйде үгітші болып тағайындалғаныңа да 3-4 жыл болып қалды емес пе? Сенімен таныстығымыз жоғарғы советтің соңғы сайлауынан бері қарай ғой. Содан бері өзің келіп кетіп жүрген үйдің тарихын білмейсің. Ал әрбір үйдің, әрбір адамның өз тарихы, өз сыры бар. Соларды біліңкіреу керек. Сонда әңгімең де түсінікті шығады. Сергей біздің баламыз. Осы үйдің бе? Қалай айтуға болады? Ол осы қорадағы 6 үйдің де баласы. Баласы деймін-ау, маңдайларыңдағы жұлдызы. Оны сенің біліп алғаның жөн. Әңгіме былай. 1945 жылдың жазында аяқтың бірін жат жерге қалдырып үйге келсем, нақ осы өзің отырған жерде үрпек шашты, мөлдір көзді бір бала отыр. Марқұм біздің Марфа қандай жібек жанды адам еді. Менің келгеніме қуанғаннан бір жылайды, бір күледі. Сөйтеді де: ана балаңды тізеңе отырғыз, бетінен сүй, дейді. Мен біресе Марфаға, біресе балаға қараймын. Қараймын да іштей ойға кетемін. Шіркін, Марфажан-ай, деймін. Өз-өзіме, мен кеткенде 2 қабат емес едің ғой. Бұл өнерді қайдан шығардың? Сонда да сыр білдірмеуге тырысып, балаға қарап: кәне, келе ғой маған, дедім. Отырғанда кішкене көрінген екен. Түрегеліп еді, тіпті сомадай. 6-7 жастарда сияқты. Деймін ішімнен. Мен майданға 41 жылы аттандым. Тіпті мен кете салысымен Марфа бала көтерсін делік. Соның өзінде қазір 4 жасқа шығады. Көңілім орнына түсіп, жұмбақ баланы тіземе отырғызып, жұмсақ шашынан искеп қоямын. Тіпті барған сайын жылы тартып, бауыр басып барамын. Бір мезгілде көршіміз Архип Данилович келіп, менімен амандасты. Екеуміз жеңіспен аман қайтқанымыз үшін стакан қағыстық. Содан кейін Архип үйіне қайтты. Жай қайтпай, мен бауыр басқан баланы жетектеп барады. Ау, баланы қайда апарасың? Үйіме апарамын, дейді жайымен. Сен тоқта, бұл сонда кімнің баласы? Бұл менің балам, сенің де балаң. Анау үйдегі Василисяның да баласы. Басқа үйдегілер де бұған ортақ. Әңгіме былай екен. Біз соғыста дүрілдетіп жүрдік. Ел ішінде не болып жатқанын білгеніміз жоқ. Мұнда Ленинградтан әке-шешесіз қалған балаларды әкеліп, үйде-үйге үйлестіріпті ғой. Сонда үй басқармасының ұйғаруымен осы қорадағы 6 пәтерге бір бала тисе керек. Оны жатақтың баяғы сиыр бақташысы сияқты бұлар кезектесіп қондырып, кезекпен күтеді екен. Әрбір үй 2-3 күннен. Кезек бүгін менікі, менен кейін Василисаныкі, деп Архип тақ-тоқ етіп болар емес. Кезегім құрысын,
деп қатты кеттім. Бала ешқайда бармайды, деп қолынан жұлып алдым да төрге апарып отырғыздым. Түнде Марфа екеуміз орнымызға алып жаттық. Таңға жақын оянсам, баланың басы кәдімгі емшектегі баланың басы сияқты Марфаның төсінде жатыр. Шашынан тағы иіскедім. Оянып кетпесін деген оймен әдейі тырп еткенім жоқ. Деймін ішімнен. Ит соғыс, капиталистік дүниенің күшігі Гитлер. Сендер не істемедіңдер? Архип пен Василисадан да, басқалардан да қызғыштай қорғап, сол баланы бауырыма басып, сіңіріп бара жатыр едім. Бір күні Бочарова шақырды. Ол әлгі үй басқармасы. Сіз көршілеріңізді өкпелетіп жүрсіз. Балаға сіз құмар болсаңыз, олар да құмар. Бұған олардың правасы да бар. Балаға олардың иелік етуі сізден бұрын, деп заң тілімен сайрап отыр. Қойшы, бәрін айтып не керек, сол бала 6 үйдің ортақ баласы болып ержетті. Өзінің туған қаласы Ленинградқа, әскери училищеге өз қолымыздан оқуға аттандырып салдық. Үзбей хат жазып тұрады. Хатында осы үйлердегі адамдардың бәрін тізеді. Бірі әкесі, бірі анасы, Гуля Славкалар інісі. Өзі бір айналайын, менің жалғыз қалғанымды, жарым жандығымды ескеретін шығар. Сәлемі көпке ортақ болғанымен, хатын ылғи менің атыма осы 3-ші пәтердің адресіне жібереді. Міне, келе жатқан Сергей сол бала. Бәрі күтіп алуға кетті. Мені аяқ жібермеді. Күйінбегенде ше, сөйткенше болмай далада келіп тоқтаған машиналардың дыбысы естілді. Келді, деді Никита Селизарович, етігін қағынып орнынан тұра бастап. Далаға шығайық, Сергейді көрейік, дедім мен ыңғайланып. Сен шық, деді ол. Мен отыра тұрайын. Далаға шығып едім. Шахмат қабырғалы такси машинадан шыға келген ұзын бойлы, талдырмаш аққұба әскери жігіт бірден көзіме түсті. Ұшқыш лейтенант екен. Оқалы погонында 2-ақ жұлдыз жайнайды. Мынау өлескен топтың ортасында жігіттің өзі де дәл бір жұлдыздай болып көрінді. Бір жағында Архип Данилович, екінші жағында қоңыр шәлі оранған байланысшылардың көк петлицалы, ақ түймелі қара пальтосын киген Василиса Антоновна. Үлкенді кішілі көршілер. Славка жүгіріп келіп бас салған еді, лейтенант оны бетінен сүйді. Гуля жүгіріп келіп еді, оны көтеріп алды. Байқап тұрмын, осы тұста бір қайшылықтың шет жағасы да сезіліп қалды. Архип Сергейді өз үйіне бастай беріп еді, оған жіберер Василиса жоқ сияқты. Ол Сергейді қолынан тартып, қора жақтағы өз үйіне қарай бейімдеді. Ал 6-шы пәтерде тұратын шешесі кешкі сменада тігінші болып істейтін Мария деген. Медицина институтының 2-ші курсында оқитын бойшаң, қызыл шырайлы бойжеткенді алсақ, Сергейге арналған буда гүлдерді көтеріп тұрғанда, жолаушының үлкен кішілі чемоданына ие болып тұрғанда сол. Мария бұл жүктердің бәрін жалғыз иеменденіп тұр. Жай тұрған жоқ. Жүгіне ілестіре, жолаушының өзіне де жаңадан 3-ші бір бағыт сілтеп тұрғаны байқалады. Сергей бұлар ыңғайланған бағыттардың бәріне де беттемей, 4-ші бір жаңа бағытқа қарай аяңдады. Архип Даниловичтің күтімді есігінен өте шығып, ескі кенеппен қапталған 3-ші нөмірлі есікке қарай қадам басты. Мұнысын жақсы дәлелдеді де, Никита Селизарович алдынан шыға алмады. Қайтсын, балдақпен қалай шықсын, деді ол өзіне ілескен топқа. Әуелі сол үйге түскенім мақұл. Жұрттың бәрі іштен тынып, амалсыз 3-ші пәтерге қарай ағылды. Мен Марияға болысып, оны гүлмен, шағын чемоданмен қалдырып, зілдей ауыр үлкен чемоданды жерден көтердім. Жүк көтерген біздер ең соңынан кіріп едік. Босағаны аттаған бойда Никита Селизарович пен Сергейдің үнсіз құшақтасып тұрғанын көрдік. Селизарович Сергейді бетінен, маңдайынан сүйіп жатып, жәркішек шыққан даусымен сөйлеп те қояды. Сен жоқта Марфаны жөнелтіп қойдым. Сергей дейді. Марфаны жөнелтіп қойдым деген жерде Селизаровичті Сергей қайтадан құшақтай түсті. Бәлкім көзіне жас келді ме, қалай? Қалтасынан орамалын алып бетіне апарды. Содан кейін жас офицер босағаға шинелін іліп, етікшінің кенеппен қапталған жұмсақ орындығына келіп отырды.
Жоғары шық, үгітші, деді маған Никита Селизарович. Бүгін осы үйде той болады. Ішінде бірге бол. Тырп етуші болма. Той болады екен, онда менің әңгімеме орын жоқ. Сондықтан әңгімені кейін өткізуге келісіп, үй иесінен де қонақтан да рұқсат алып қайтып кеттім. Бір жетеден кейін келіп, өзіме таныс тас сатыны тағы өрледім. Бұрын жоламай өтетін үшінші пәтердің есігін бұл жолы алдымен қақтым. Селизаровичпен амандасып, жайласқаннан кейін, «Қонақ қайда?» деп сұрадым. «Қонағың кім?» деді ол таңдана қарап. «Сергейше, ұшқыш лейтенант. Біліп қой, ол қонақ емес, менің балам». Алғашқыда аңғармаппын. Үй ішінде өзгерістер бар екен. Бұрын екі кісілік бір ғана төсек тұратында, тұсындағы қабырғада Марфа жеңгейдің үлкейтілген суреті болушы еді. Енді тағы да бір сіріппелі ақ бас төсек пайда болыпты да, суретте соның тұсына көшіріліпті. Селизарович мұның да мәнісін түсіндіруге отырды. Сергей шешесінің суретін өз тұсына ілдірді, дейді. Әңгімені аяқтай бергенімізде Сергей де келді. Қайтуға ыңғайланған мені жібермей тағамға қаратты. Ас алдында ол 2 стақанға шарап құйды да, бірін менің алдыма қойды, екіншісін өз алды. Ақсақалше, ол кісі ішімдік атаулыны аузына алмай тым болған. Мен таң тамаша болып, күлкілі раймен Никита Селизаровичке қарай бердім. Рас деді ол да мұртынан күліп. Бұл шіркіннен жалғыздықта далбаса іздеп, жұбаныш таппақ болыппын. Енді келіспейді. Біз асты орталай бергенде есікті біреу қаққан еді. Сызыла басып, аяз шалған беті нарттай қызарып, Мария келіп кірді. Келе салып дастарханды дұрыстап жіберді. Астан соң ол Сергейге қосылып, дастархан жинасты. Содан кейін білегіндегі сағатын нұсқап, Сергейге уақыт болып қалды деген ишара білдірді. Көп ұзамай олар шығып кетті де, Никита Селизарович екеуміз оңаша қалдық. «Театрға кетті», деді Никита Селизарович, шылымды орай отырып. «Өмір болса, әлақ көресің. Бұл үшінші пәтерде екеу емес, үшеу боламыз. Одан да көбейеміз». Мен Комсомол проспектісінің бойымен үйге қайттым. Терезелерінен шамдары жамырап, сәуле шашқан әрбір үй, әрбір пәтер маған енді мол тарихпен, әрқилы сырдың, алуан үлгілі тағдырдың ұясындай болып көрінді. Сол сырлы ұяның бірі мен енді ғана аңғара бастаған үшінші пәтер еді. Оқыған жиһаз маманы.